16 жасқа толған балаларға арналған. Адам қанының құны қанша? Миллион, миллиард, әрине баға жетпес. Ал өрімдей жас қызды автокөлігімен қағып өлтірген 14 жастағы жеткіншектің қылмысын өзінің туған анасы мойнымен көтерді. Понятно. Вы имеете право обжаловать. В течение 15 суток со дня получения копии приговора. Если понятно, судебное заседание переведено. Және қара жамылған отбасына 1 миллион теңге моральдық өтемақы төлеу жөнінде сот шешімі шықты. Ауқатты, өңірге танымал, беделді адамның баласына қатысты іс болғандықтан, марқұм Саида Абдулланың ет жақындары оқиғаның дәл бұлай аяқталатынына күмәнданғаны жасырын емес. Сот істі жылы жауып қояма деп қауіптенді. Өйткені қоғамда дөкейлердің баласы дәу көлік мінет, жүгенсіз жүреді. Адам өлтірсе де ешкімнен қаймықпай Атышулы Үсенов тәрізді жазадан оңай құтылып кетеді. Біреумен даулассаң, ақшасы бар, не әкесі бастық, көкесі депутат жеңет деген сынды сыңаржақ пікірлер қалыптасқан. Армағайын эфирде заң сөйлейді. Бүгін көретіндеріңіз. Дәл осындай балдар әр жерде үйістіп, әркімді басып кете беретін болса, біздің елімізде не болады? Әр ана мен сияқты жылап отыра беру керек пе? Адам өмірінің құны қанша? Миллион, жарты миллиард. Көлікпен бойжеткенді қағып өлтірген жеткіншектің қылмысын туған анасы мойнымен көтерді. Я сейчас не признаю на данный момент. Понятно. Тура биде туған жоқ. Жер дауына қатысты мәселелерде мемлекет мүддесін ескерген дұрыс па? Әлде қарапайым халықтың жағдайы маңыздырақ па? Халықтың осы кезде, дағдарыс кезінде, осындай қиын заман кезінде, оның үйін заңсыз салса да үйін бұздырмайық. Осы мән-жайлар ескертіліп, халықтың мүддесін ойлап, заңдастырып беріп жатырмыз. Судья Серік Жаппасбаевтың сыр сұхбаты. Өңірде кәсіпкерлік саласындағы заң бұзушылықтар мен түрлі мүліктік даулар бойынша сотқа тартылған істер едәуір азайған. Оған бітімгершілік келісім мен медиация тәртібінің тиімді жүргізілуі сеп болуда. Әлеуметтік желіде шу шығып, жұрт дүрліккен соң ғана құзырлы органдарда әрекет жасауға мәжбүр еткен оқиға. Қыстың күні жаяу жүргіншілер жолағынан өтіп бара жатқан бойжеткенді жүйткіген Lexus қағып өтеді. Қатты соққыдан ұшып түскен қыз ауыр бас ми жарақатын алады. 4 күн хал үстінде жатып, тілге келместен ауруханада жан тәсілім етеді. Ал темір тұлпарды тізгіндеген мектеп оқушысы әлі бесіктен белі шықпағандықтан сотқа дейін ақ тергеп тексеру тоқтатылады. Тек марқұмның туыстары шарқ ұрып, ғаламтор белсенділері шулап, әлгі жеткіншектің бұған дейінде машина айдап жүрген көрген куәлерді тапқан кезде ғана сен қозғалды. Қоғамда үлкен резонанс тудырған жол апатына қатысты іске күні кеше нүкте қойылды. Елді елең еткізгені көлікпен адам басқан балаға емес, оның анасына айып тағу. Осы күндері Саида 23 жасқа толар еді. Қытайда білім алып келген қаршадай қыз қаладағы мұнай компанияларының бірінде аудармашы болып қызмет істейтін. Мінезі ашық жарқын бойжеткен жас жауқазындай құлпырған шағында қыршынынан қиылды. Мына Пусан кәпесінің алдында осы жерде. Бір машина, автомашина тұр екен. Қыз баланы қағып. Мен тоқтайтын жер таппай айналып келіп тротуарға тұрғанымда, уже ол қыз баланы тиіп жатыр екен машина. Lexus автомашинасына басынан қан кеткен. Ол көлік тізгіндеген 14 жастағы баланың кесірінен мерт болды. Жүгенсіз жүргізуші Саиданы жаяу жүргіншілер жолағынан өтіп бара жатқан жерінде қағып өткен. Милициялардың өзі бізді
алтыншы күнге дейін соцсетке шықпайынша бізді бір адам іздеген жоқ, бір адам бізді іздеген жоқ. Мына үйдің баласы өліп тұр-ау деп бір адам іздеп тұрған жоқ. Сүлейменов пен Нұрмақов көшелері қиылысындағы қатты соққыдан бойжеткен бірнеше метр жерге ұшып кетіп, ауыр бас ми жарақатын алады. Көп мөлшерде миына қан құйылады. Ең сорақысы, жол апатына кінәлі жеткіншектің туыстары ес-түссіз жатқан Саиданы көлікке салып алып, әрі-бері тасыған көрінеді. Себебі қалалық аурухана ауыр халдегі қызды жедел жәрдем бригадасы әкелу керек тұғын деп науқасты қабылдамай қойған. Содан соң өлім аузында жатқан қыз қаланың екінші басындағы облыстық медициналық орталыққа жеткізіледі. Есін жимастан Саида көз жұмады. Бұл желтоқсан айында болған ауыр қаза. Алтындай қызымды қандай қиындықпен оны сүйреп машинаға салып, может, сол жерде жатқанда, скорый шақырғанда, может, басқаша болар мен. Кіп-кіттай бала сол бір өзі шешіп болған жоқ, оның қасында адамдар да болған шығар деп ойлаймын мен. Өтірік алдап, кішкене баланы мен сөйтіп ұстадым, мен апардым деп айтқызып отыр. Қанша өтірік айтып тұр, қанша өтірік. Мы запрашиваем моральный ущерб в сумму 500 миллионов тенге. Басты сот талқылауында жәбірленуші тарап моральдық өтемақы ретінде жарты миллиард теңге талап етті. Убили мою родную сестру. Туған сіңілімді өлтірді. Менің 7 ай өмірім кетті. Осыны дәлелдеу үшін. Тен және оның отбасы сіңілімнің өмірін алып, анам әлі күнге өз-өзіне келе алар емес. Жанымыз күйзеліп, қаншама күш қуатымыз кетті. Себебі мен тергеп тексеру жұмыстарына көмектестім. Куәларды табу үшін табан тоздырып, қаншама мекемені жағаладым. Я всесторонне помогала следствию, провела огромное количество встреч, интервью, искала свидетелей, обивала пороги всевозможных государственных инстанций. Надежда, вы на прошлом суде, я видела ваших сестер, которые, несмотря ни на что, пришли вас защищать, но вы лишили меня такой возможности. Я не говорю, что я полностью его не признаю. Я признаю отчасти. Мұнан соң сот залындағылардың назары баласына көлігін беріп қойған сотталушыға ауды. Сказали, как их понимать, вот ваше признание иска? Я сейчас не признаю на данный момент, и все. Жарыс сөз алдында ол бұл жағдайға өкінетіндей кейіп танытқанымен, артынша әңгіме ауаны күрт өзгерді. Кінәсін мойындамайтынын айтты. Я не могла ему доверить управление автотранспортом. Мен оған көлікті сеніп тапсыру мүмкін емес. Рөлге отыруға ешқандай құжаты жоқ. Кәмелетке толмаған бала ол. Сондықтан әділ шешім шығаруыңызды сұраймын. Я сосын барсақ, бір үш әйелдер екен, барып айттық, мен әкеседім дедім. Сәлемдестік, басқа сөз болған жоқпыз. Осы жасыма келгелі, осы баламмен 5-ші рет барып отыр екенмін. 4 адам басқанға да барып кешірім алып едім мен. Мен бұны көрген жоқпын мынадай жағдайды. Не сізде судьяға келіп, прокуратураға келіп, милицияға барып, ол болғаны болды ма? Болды. Бала өзі жерде басқан, алып больницаға апарады. Больницаға барса, больница қабылдамайды оны. Он так и сказал, біз олай болады деп ойлаған жоқпыз, бұрын сонды жүрген ғой деді. Олай болады деп ойлаған жоқпыз. Да, мы не думали, что так получится. Вот прям, я сейчас почему на казахском говорю, у нас с ним разговор был на казахском, чтобы не искажать вот это вот все. Вы его цитируете его слова? Да, я просто цитирую. Әжесіне тамақ апаруға жібергенбіз деді. В тот момент не было конкретно. Мен жібердім, ол жіберді. Жібергенбіз. Жібергенбіз, да. Мы очень надеемся на честный и справедливый суд. Өтіріктері таусылып тұр ғой, бұл кісілердің баласының да, әкесінің де, шешесінің де өтіріктерінің бәрі таусылып тұр. Бүкіл осы соттың процестерін бәрін мен қарап шықтым. Бәрі бір спектакль сияқты, бір ойын сияқты сіздерге қарап отырсам, маған ойын емес. Мен бұл істі аяғына дейін барам. Мен баламды үйтіп, ана жаққа жатқызып қойып, қанша қорлық көрсетіп, мен үйде отыра алмайтын адаммын. Бұл дәл осындай балдар әр жерде өйстіп, әркімді басып кете беретін болса, біздің елімізде не болады? Әр ана мен сияқты жылап отыра беру керек пе?
Сотталушы Тен Надежда Анатольевнаны кінәлі деп танып, оған 1 жыл 6 ай бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Сонымен қатар 2 жылға көлік жүргізуге тыйым салынсын. Жәбірленуші тарапқа 1 миллион теңге көлемінде моральдық өтемақы төленсін. Понятно. Вы имеете право обжаловать. Ясное дело. В течение 15 суток со дня получения копии приговора. Если понятно, судебное заседание передано. Ал кәмелет жасқа толмаған жеткіншек жол көлік оқиғасы бойынша жауапкершілікке тартылған жоқ. Заң солай. Темір тұлпарды баланың өзі айдап кеткені дәлелденгенде көлік иесі әкімшілік жазамен құтылар еді. Алайда сотқа дейінгі тергеп тексеру барысында қала көшелеріндегі бейнекамералардан оқушының көлікті бір емес бірнеше мәрте тізгіндегені расталған. Бұл ретте марқұмның әпкесі бас көз болудың орнына баласын тайрандатып қоятын ата-аналарды жауапқа тарту орынды деп санайды. Я думаю, что суд вынес справедливое решение. Соттың шешімі дұрыс қабылданды деп ойлаймын. Келешекте өз шешімін өзгертпейді деп ойлаймын. Бұл прецедент болды Қазақстанда. Келешекте басқа ата-аналарға бұл сабақ болатын болады. Өзінің кәмелетке толмаған балаларына рөл берудің алдында олар ойланатын болады. Потому что мы видим в городе, сколько молодежи ездит за рулем, и я думаю, это будет всем уроком. До сегодня таких приговоров еще, насколько я знаю, не было еще. Менің тәжірибемде білуімше кәмелетке толмаған баланың қылмысы үшін ата-анасының сотталуы бұрын соңды тіпті ел тарихында болмаған. Жақсы прецедент болғанына дау жоқ. Мен өз жұмысыма ризамын. Сот процесі басталғалы мен Саида деген хэштегпен біз соттың әділ өтуін талап етеміз деген ұрандар, түрлі қолдау шаралары қоғамның назарын аудартты, қызу пікірталас тудырды. Бұл мәселелер баспасөз жиынында да сөз болды. Бұл іс өзі резонанс тудырды, көп халықтың аузында жүрді. Мен өзімде көрген болатын, Facebook желісінде жастардың плакат ұстап шыққандығы жөнінде, әділдік іздейтіндігі жөнінде соттың. Қазіргі таңда енді мен сот әділ шешім қабылдады деп өзім ойлаймын, но бірақ енді мен жаңа тағы айтып өтейін, сот үкімі әлі заңды күшіне енген жоқ. Марқұм Саиданың туысқандары сот ғимаратының алдына тал отырғызу ниеті барын айтты. Ежелгі гректер әділ соттың құдайы Фемида демеуші ме еді. Саида ағашы сыр өңіріндегі әділ төреліктің символы іспетті, өзгелерге сая, ал бұл оқиға көпке сабақ болуы ғажап емес. Егер осындай әділдіктің шынына жеттік біз деп қуанып жатырсаңыздар, осындай игі тілек білдіріп осындай іс жасап жатырсаңыздар, біз қуанбасақ әрине ренжімейміз. Біз қуаныштымыз сіздердің осындай әділдікке қол жеткізіп, өздеріңіздің сенімдеріңіз артқан. Бір отбасының жан айқайы бұтаның түбінде шырылдаған бозторғайдың үні секілді естілмей қалар ме еді, кім білсін. Көп болып адамдардың азаматтық позициясын білдіруі бұл оқиғаның тура осылай аяқталуына әсер етті. Жәбірленуші тарапты қолдауға келгендер сот шешіміне разы болғаны соншалық тіпті іске төрелік етушіге алғысын ду-қол шапалақпен білдірді. Әрине мұны біреудің сәтсіздігіне қуану деп қабылдауға әсте болмас. Қоғамдағы келеңсіздік биліктің төріне тірелген тұста әділдік үстем еткен көрініс болды. Жалпы жыл сайын елімізде 10 мыңнан астам адам жол апатынан қаза табады. Ресми статистика. Бұл қарулы қақтығыстардағы, соғыстардағы адам шығынымен тең. Қалалық сот судьясы Серік Жаппасбаевтың сыр сұхбаты. Қылмыс ысқарадым жол көлік оқиғасына байланысты ақпан айында. Сонда Қызылорда қаласы мен Амангелді ауылының ортасында мотоцикл айдап баратқан автобустан басып озам деп қарсы келе жатқан велосипедшілер тобына соғысып, бір жас бала енді қайтыс болған. Сол мысалы енді бұндай сирек емес көп ұшырасады жол көлік оқиғасы. Бірақ сол алғашқы бір істерім болғасын ба, сол істі әлі де 25 жылдан асса да сол іс әлі ұмытпаймын. Тиісті жазасын алды, тағайындадым. Бір мотоциклистің шамалы ішімдік ішіп алып, біреудің жалғыз орыстың баласы екен Барапай деген. Негізсіз бір жаңағы өмірінің қыршын қиып кетті деп, осы күнде 25 жыл болса да ол орыстың баласы Барапай деген әлі ұмытпаймын. Бұдан бері миллиондаған ысқарып жатырмыз ғой. Сонда бір өзіме бір қаншалықты сот әділдігін, төрелігін, тиісті үкім, заң талабы, заң шеңберінде қабылдап отқан өзіме
өзіме сол эмоциялық бір әсер етті. Жоғары соттың төрағасының бастамасы істі қысқартты. Барлық мына коммуналдық шығындар, басқа да осыны жаңағы нотариустерге беру, атқару жазба дайындау, өздерің шешімдер деп істі де 50%-ға дейін қысқартты. Бірақ әлде де осы сотқа шағымдаушылар, сотқа сол жүгінушілер өте көп. Өте көп. Мынау әсіресе мен өздің жер дауларын қараймын. Жер даулары, бұл жер дауларын қарауда көбінесе сол тараптардың арасында дау туындауы атқарушылық органдар тарапынан көп, солардың тарапынан жіберілген кемшіліктер жер дауының туындауына жол беріліп отыр. Мынау жаңағы бүгінде қарадық, тұрғын үй құрылысына меншік құқығын тану бойынша бұл салада да жаңағы халықтың мемлекеттік жер қорындағы жер учаскелерін, жер телімдерін заңсыз пайдалануға жол беріп отыр. Бұл жөнінде де біз қала әкімдігіне бірнеше емес, мен өзім кешегінің өзінде 8 жеке ұйғарымдар көп қабылданып жатыр. Сонда да әлі жол беріп жатыр. Біз енді заңның да көзделген мынау ар-ұятты, ар-ұжданды басшылық қылады, әділдікті қалайды деп, халықтың осы кезде дағдарыс кезінде, осындай қиын заман кезінде оның үйін заңсыз салса да үйін бұздырмайық. Осы мән-жайлар ескертіліп, халықтың мүддесін ойлап, заңдастырып беріп жатырмыз. Жер дауының туындауына осы атқарушы органдар тарапынан көп кемшіліктер бар. Атқарушы органға жазады, мен мына жер дауым бар еді, екі кісі, екі азаматтың ортасында дейді. Анау жер кодексінің басқа да 163 баптары бар, кейбір даулар бойынша сот арқылы шешіледі деп. Ол жауап та бермейді, сіздің дауыңыз сот арқылы шешілді деп, үш қатар сөзбен жауап береді. Соны барып тексеріп, жоқ, мына сіздің жеріңіз мына өткен жылы алынған екен, мына жер биыл жаңадан алынған екен, бұларды шешуге болады деп, өздері де шешуге болады ғой. Сотқа sıra салады, көре көзге де. Бұны біз айтып айтымыз. Шешендер сотқа дейін өмірлік ұстаным осы. Енді жаңағы бір әріптестеріміз айтады, әділдіктің ақ туын желбіректеп, онда енді оралап маяқ қойайын, бірақ өзім қарапайымдылықты жақсы көремін. Қарапайым шаруаның, айттым, ауылда өстім, әлі күнге де ешқандай мен сол шаруашылық болса, ешқандай жаңағы сот едім, судья едім деген ондай қарапайымдылық былай неғым жоқ. Қайта халықпен араласқанда айтам, маған ондай аса құрметтің қажет жоқ. Мен де сіздеймін, мен де сендер деймін. Сондықтан бірге тең сөйлесек дейміз. Сот әділдігіне, төрелігіне халықтың бәрі риза деп айта алмаймыз. Оны біз жалғыз біз емес, басқа да бақ өкілдерінде, басқа да әріптестеріміз айтып жүр. Шынында да бір жақ, егер қылмыстық іс бойынша сотталушы немесе жәбірленуші болсын, бір жағы риза болған, бір жағы риза болмайды. Азаматтық тәртіпте де қаралатын істер бойынша бір жағы талапкер, талап қоюшы, бір жағы жауапкер болады. Оның жақта да екі жағы риза болмайды. Тек қана қазіргі заңда бізде қолданысқа енгізіліп жатыр. Осы 2-3 жыл болды. Мына бітімгершілікпен келтіру бастамасын толық қолдау және медиация заңын қолданып, сол медиация заңын қолданасында істі бітіру сотқа дейін, сот кезінде де. Осы мәселелер қазір қолға мынау өзіміздің жоғары соттың төрағасының басшылығымен жақсы көзқарастар, жақсы халықтың жақсы көзқарастар мен жақсы нәтижелерге жетуде. Әлеуметтік жанжалды алға тартып, бірін-бірі сотқа сүйреу екі тарапқа да тиімсіз. Ал мәселені бітіммен шешу уақытқа да, қаржыға да үнем. Яғни іс сотта қаралса, мемлекеттік баж салығы өндіріліп, процесс бірнеше айға созылуы мүмкін. Сондықтан қазір медиация тәртібі жетілдіріліп, оған жүгінушілер көбейген. Сондай-ақ бітістіруші судья пилоттық жобасы да өз нәтижесін беруде. Өңірде кәсіпкерлік саласындағы заң бұзушылықтар мен түрлі мүліктік даулар бойынша сотқа тартылған істер едәуір азайып келеді. Өткен жылдың осы кезеңінде облыстық мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында 1756 іс қаралса, биыл бұл көрсеткіш 12%-ға азайған. Нәтиженің бұлайша жақсаруына бітімгершілік келісім мен медиация тәртібінің тиімді жүргізілуі сеп. Бұл пилоттық жоба былтырғы жылдың осы кезеңмен салыстырғанда өзінің нәтижесін бергендігін анықтап отыр. Атап айтқанда, бітімге келушілердің саны және медиацияға келушілердің саны
2 есе артып отқандығын байқап отыр көрсеткіштер. Бұл пилоттық жобаның негізгі мақсаты дауды ушықтырмай барынша тараптарды қысқа уақытта бітімге келтіру. Қаңтар айынан бастап мемлекеттік сатып алу саласына өзгеріс енгізілгенді. Тендерге қатысушылар төмен баға ұсынбас үшін арнайы шектеу қойылған. Әйтсе де мұны елемей заңсыздыққа баратындардың қатары азаймай отыр. Мұнымен қоса, тендерде тапсырыс берушілер тарапынан сотқа талап арызын уақытылы жолдамау дерегі жиі кездесуде. Кейде тапсырыс берушілер мерзімінде жүгінбейді. Сондай заңбұзушылықтар орын алған жағдайда нақты мысалға аяқтайтын күні, жұмыстарды болмаса тауарды жеткізетін күні белгіленеді шартпен. Ол мерзімнен кешіктіргеннен кейін, яғни белгілі кешіктіргені, содан 30 күннен кешіктірмей тапсырыс беруші сотқа жүгіну керек. Ол мерзімді өткізіп алған жағдайда талап қою арызы қанағаттандырудан бас тартылуға жатады. Бүгінде сот жүйесін жаңғырту мақсатында бірқатар жобалар қолға алынуда. Мәселен, шалғай елді мекен тұрғындары сот процестеріне ғаламтор желісі арқылы онлайн түрде қатыса алады. Тарихқа үңілсек, төңірегіне топтан торай шалдырмайтын, сыртқа сыңар сабақ жіп алдырмайтын, бір ауыз сөзмен жұртты жатқызып өргізетін, беделмен елдің бірлік берекесін кіргізетін ақыл иелерін жинап, халқын солар арқылы басқарып, ақыл ой, парасат үстемдігін орнатқан әз Тәуке екен. Еуропаның тарихшылары Тәуке ханды қазақ ордасының ликургі деп бекер атамаған. Ежелгі Грекиядағы көне Спартаның ақылгөй заңгермен тең екені ғой. Күлтөбенің басында күнде кеңес деген сөз тіркесі де сол әз Тәукенің заманынан қалған. Бүгінгінің заңгерлері де бабалар салған сол сара жолмен жүрсе, елдің алғысына бөленері хақ. Біз хабарымызды осы тұстан түйіндейміз. Бітімі бар ел, бүтін.